بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وندب صلاة الاستخارة وقد أفصحت السنة عن بيانها. İstihara namazı mustahab oldu. Және де сүннет оны баяндап кеткен деп жатыр. وقد أفصحت السنة عن بيانها. قال جابر رضي الله عنه جابر رضي الله عنه ол кісі былай деп айтқан екен: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. Allah елшісі саллаллаху алейхи уассалам бүкіл ісімізде истихараны бізге үйреткен еді дейді. Үйрететін еді дейді. Нені үйреткен секілді? Құраннан сүре үйреткені секілді дейді. Кама юаллимуна ас-сурата минал Qur'an. Яқул, не деп айтатын? Иза хамма ахадукум бил амри. Сендердің біреуің дейді. Қандай да бір іске ниеттенсеңдер, қамдансаңдар деген мағына. Фалиярка ракатейн. Онда ол адам екі рекағат намаз оқысын, мен ғайрил фаридах, парыздан бөлек дейді. Сумбал яқул, кейін барып, намаз оқып болғаннан кейін былай деп айтсын: Аллахумма инни астахирука бихилмика. Аллах, мен сенен хайырлысын сұраймын. Сен білушісің деген мағынада. Себебі сен білушісің дейді. Білесің. Ва астақдирука би қудратика. Және де сенен қуат, күш сұраймын деген мағына. Би құдрат, себебі сен құдреттісің бүкіл нәрсеге. Ва ас'алука мин фадлика ал-азим, фа иннака тақдир ва ла ақдир, ва та'лам ва ла а'лам, ва анта алламул ғуюб. Аллахумма ин кунта та'лам. Мынақта ин кунта та'лам бұл жердегі шак бин ниспати риддаида бізге ол. Бұл жерде сен Алла себебі бүкіл нәрсені білуші да. Біз кейде айтамыз ғой, немесе бұл жерде былай болуы мүмкін да, біз айтамыз ғой: егер оның хайырлы екенін білсең, оны маған нәсіп қыл. Жаман екенін білсең, оны мені аулақ ет деген секілді ғой. Ол жерде бір күмән, Алла бүкіл нәрсені білуші да. Аллахумма ин кунта та'лам анна хазал амра хайрун ли фи дини ва мааши ва ақибати амри ау қал аджили амри ва аджилихи. Мына іс, хазал амра деп, хаза ал-амра. Сен қандай іс таңдап тұрсың? Әмір деген сөздің орнына соны қолданасың. Жақсы ма? Мынақта ин кунта та'лам анна хаза, яғни аз-заважа мысалға. Немесе ал-амала деген секілді соны қоясың да сен бұл жерге. Сондықтан шейх Тохтауи язкур хаджатаху бадала лафзи ал-амр деп айтқанда. Хайрун, хайырлы екен білсең, мен үшін дінімде хайырлы болса, өмірімде, ақыретіме хайырлы болса, немесе осы жерде, осы дүниеде, немесе ақыретке хайырлы болса деп те айтады екен. Сонда хайрун ли фи дини ва мааши ва ақибати амри, немесе хайрун ли фи дини ва аджили амри ва аджилихи деп қоссаң болады. Екі алмастырсаң болады. Фақадурху, немесе фақадирху ли ва яссирху ли деген мағына. Фақадур, фақадир екеуі де дұрыс, бірақ фақадар деген дұрыс болмайды. Фақадур немесе фақадир. Маған оны әзірле деген мағынада. Мен үшін оны жүзеге асыр, және де мен үшін оны жеңіл ет. Сумма барик ли фихи, және де одан кейін оның берекесін арттыр деп атыр. Жақсылығын арттыр. Ва ин кунта та'лам, егер оның мен үшін дінімде, өмірімде, немесе ақыретіме бір жаман екенін білсең, немесе қалай айтасың? Мааши ва ақибатидің орнына не деп айтсаң болады? Аджили амри ва аджилихи деп айтсаң болады. Фасриф, онда оны менен аулақ ет, сондай-ақ мені одан аулақ ет деген мағына. Вақадир, немесе вақадур ли ал-хайра хайсу кан. Және де хайырлы нәрсе мен үшін қай жерде болса, соны маған нәсіп қыл деген мағына. Сумма раддини бихи, және де оны менімен, сол арқылы мені разы ет деген мағынада. Сумма раддини бихи,
сол қайырлы нәрсемен. Қал ва юсамми хажатаху. Осы жердегі әмір сөздің орнына өзіңнің қажетіңді қоясың да. Жақсы ма? Осы жерде әмір деген келді ғой. Ин кунта та'лам анна хазал амра шаррун. Немесе ин кунта та'лам анна хазал амра хайрун деген жерге әмір сөздің орнына өзіңнің қажетіңді қоясың бағана. Мысалы заваж деген секілді. Раваху аль-жамаату илля муслиман. وينبغي أن يجمع بين روايتين فيقول عاقبة أمري وعاجله وآجله. Ақибаның орнына, сонда ақиба мен ақибаның орнына деп жатыр. Яғни сонда ақибати әмридің орнына немесе ажилихи ва ажилихи қояды екенсің да. Мен бағаны алдыңғы сөзбен қосып айттым, сонда екі риуаятты сонда жамақ қылған боласың да. والاستخارة في الحج والجهاد وجميع أبواب الخير تحمل على تعيين الوقت لا لنفس الفعل. Енді кейде адамдар қажылық үшін немесе соғысқа аттанатын болса соғыс үшін немесе кез келген бір жақсылықты істеу үшін истихара тілейді дейді. Бұл жердегі истихара тілеу дейді, яғни хайырлы уақытты сұрау дейді. Тухмал ала таинил уақт, айтқанда уақытты тағайындалу дейді, соған тіркеледі дейді. Істің өзі үшін емес. Неге? Себебі ол қажылық онсыз да парызды, шаман кеп тұрса. Сондықтан бұл жерде былай деп айтқанда ғалымдарымыз, мысалға сен биыл қажылыққа барайын деп тұрсың, бірақ жол тыныш емес те. Ол кезде саған уәжіп емес те биыл бару. Онда не істейсің? Енді барғың келсе, онда истихара оқисың да. Себебі ол сен шаман келіп тұрып, бүкіл жол тыныш болып тұрып, онда бармай қоюың күнә болады да керісінше. وَإِذَا إِسْتَخَارَ مَضَى لِمَا يَنْشَرِحُ لَهُ صَدْرُهُ, яғни qalbuhu деген мағына. Егер сен истихара сұрасаң, онда қайсыған амал істейсің? Жүрегің не нәрсеге ашылған болса дейді. Өз Алла білдіреді өз. Ешқандай ол жерде сенде нәпсі қалау қалмайды екен да. Сол шейх тоқтау қосқанда сон ешқандай бір нәпсі қалауың қалмайды, жүрегің сол бір іске ашылады да. Сол кезде сен оның хайырлы екендігін білесің дейді. Нәпсі қалау мүлдем болмайды ол жерде. وَيَنْبَغِي أَنْ يُكَرِّرَهَا 7 مرات. Осыны 7 мәрте қайталаған жақсы екен, осы намазды. لما روي عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس إذا هممت بأمر. Ей Анас, егер сен бір іске бел болсаң, ниеттенсең, فَاسْتَخِرَ رَبَّكَ فِيهِ дейді. Онда Раббыңнан хайырлысын сұра дейді. فِيهِ 7 مرات деп айтқан екен, 7 мәрте деп. ثُمَّ انظُرْ إِلَى الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى قَلْبِكَ. Кейін барып жүрегіңе озып барғанға қара дейді. فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ дейді. Хайыр сол нәрседе дейді. Сонда жігіттер мына жерде қарасаңдар, إِذَا هَمَّ деп айтты да, ниеттенсең деп айтты да, бастап қойсаң емес та. Сондықтан бір нәрсені бастап қойғаннан кейін истихара кішкене қателеу болады. Сондықтан оға дейін істеген жақсы деген да. Неге десе, себебі сен бағана ол іске кірісіп қойғаннан кейін истихара сұрайтын болсаң, ол жерде нәпсі қалау араласып кетуі мүмкін да қатты. Сондықтан иза хамма деген мағынасы сол. Жарай ма жігіттер? Ва нуриба салатул хаджати ва хия рак'атан. Енді келесі мәселе жігіттер. Сондай-ақ қажет намазды оқу мұстахаб болды дейді. Ол 2 рәкағат деп жатыр. Ан Абдилlah ибн Аби Ауфа радияллаху анху قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حاجة إلى الله. Кімде кімнің Аллаға деген қажеттілігі болса дейді. Тікелей Аллаға қатысты. Ешкімнің ол жерде не жоқ? Былай айтқанда уаситасы жоқ та. Тікелей Аллаға өзіңнің бір қажеттілігің бар да. Немесе бір адамға қажеттілігің болса дейді. Сенің қажеттілігің сол адаммен шешілейін деп тұр да. Имин бани адам фалиятавадду. Ондай адам не істесін деген екен? Дәрет алсын. Дәретін сондай жақсылап алсын. Кейін дәрет алып болған не деп айтсын деп жатыр? Ла илаха иллаллахул халимул карим. Субханаллахи раббил аршил азим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ас'алука мужибати рахматика. Мен Аллахым сенен сұрайым деп жатыр да. Не сұраймын? Сенің мейіріміңді алып келетін нәрселеріңді сұраймын деп жатыр да. Ва азаима мағфиратика. Сондай-ақ сенің кешіріміңді алып келетін деген мағына бұл, жақсы ма? Немесе сенің кешіріміңді алып шығатын дүниелер да. Бұл айтқанда алып келетін, соған себеп болатын нәрселерді сұраймын деп жатыр. Вал ғанимата мин кулли биррин. Бүкіл жақсылықтан не сұраймын деп жатыр? Олжа сұраймын деп жатыр да. Бүкіл жақсылықтан.
والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته أن. Қандай күнәм болса бәрін кешір. ولا هما إلا فرجته. Қандай бір уайым қайғым болса бәрін кетір. Иә? Ешқайсысын қалдырма. إلا فرجته кетір деп жатыр да. Қандай ғам болса кетір. ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها. және де менде қандай لك حاجة ولا حاجة لك فيها رضا. Енді айтып жатыр да, қандай да бір қажеттілік болса дейді. Яғни менде қажеттілік болса дейді. Бірақ ол қажеттілікте сенің разылығың болса, оны маған өтегейсің дейді. Я архамар рахимин. ومن دعائه ومن دعاء قضاء الحاجة اللهم تغبر دعاء سريد يقولني اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يا محمد إني توجهت بك إلى ربك في حاجة هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في. Тағы да қажет дұғасының бірі дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйреткен дұға бұл. Бұл сахих хадис. Тирмизиде, Ибн Мажада келген. Қараңдар, тавассул жасап жатыр. Аллахым дейді, расында мен сенен сұраймын. Сенен сұраймын. Сен ғана бересің, басқа ешкім бермейді. Пайғамбар бермейді өзінің затымен. Әулие бермейді өзінің затымен. Алла береді тек қана. Я ас'алука, сенен сұраймын. Және де саған пайғамбарың арқылы жүзденемін деп жатыр да. Сахих хадис болған. Пайғамбарың арқылы жүзденемін, Мұхаммед пайғамбар арқылы дейді. Мейірім пайғамбары болған дейді. Саллаллаху алейхи уассалам. Ей Мұхаммед дейді, қараңдар. Ей Мұхаммед, арасында мен жүздендім, сен арқылы Раббыңа жүздендім деп жатыр да. Фи хаджати, өзімнің қажетіме қатысты. Хазихи, осы қажетім. Ли туқдали, сол мен үшін өтеліп беру үшін деп жатыр да. Аллахым пайғамбарымыздың маған деген шапағатын қабыл ал деген мағына. Фашафиаху фия деген мағынасы, яғни пайғамбардың маған деген шапағатын қабыл ал деген сөз бұл. Жақсы ма? Бұл сахих хадис, көріңдер ма? Пайғамбарымыз өзі үйреткенді. Пайғамбарымыз өзі үйреткенді тавассул жасауды. Сондықтан тавассул ол ақида мәселесіне кірмейді деп айтқанда. Неге? Себебі бәріміз сенеміз, беруші бір Алла ғана болды, басқа ешкім бермейді. Ол кескінді нәрсе да. Ешкім оған күмән келтірмейді. Біреу Алладан басқа біреу береді, діннен шығып кетеді ол. Автомат түрде. Сондықтан бұл ақидаға қатысты шығу тавассул, көрдіңдер ма? Сонда бұл не болды? Бұл фиққа қатысты мәселе болып шықты да. Бұл жай дұғаның несі бір әдебі секілді да, көрдіңдер ма? Қосымша дұғаңа қосасың да, ойсты. وَنُضِبَ إِحْيَاءُ لَيَالِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانِ. Рамазан айының соңғы 10 түнін ұйқысыз өткізу, құлшылықпен өткізу мұстахаб деп жатыр да. لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأخير أحيا الليل وأيقظ أهله. Расында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер Рамазанның соңғы 10 күні кірсе дейді, түнін құлшылықпен өткізетін, отбасын құлшылыққа оятатын, және де құлшылыққа белсене кірісетін деген мағына. Ва шаддал мизара деген мағынасы, яғни ижтахада фил ибада деген мағына. Жақсы ма? Негізі мизар деген белгілі ғой бағанағы, шалбар секілді, шалбардан қысқа, сол нәрсе бүйтіп қатыруды айтады. Яғни бұл нені білдіреді? Ғибаратқа белсенді кірісті деген сөз да. Вал қасту минху ихяу лейлатил қадр. Яғни бұл жердегі мақсат не ол? Ол қадір түнін құлшылықпен өткізу дейді. Фаинал амала фиха хайрун. Қадір түні амал жасау дейді. Қадір түні болмаған 1000 айдан да қайырлы деп жатыр да. فإن العمل فيها في ليلة القدر خير من العمل في 1000 شهر خالية منها من ليلة القدر. وروى أحمد من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Кім қадір түнінде құлшылық ететін болса, иман келтіре отырып, сауапты үміт ете отырып, оның алдыңғы кейінгі күнәлары кешіріледі деп жатыр. وقال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
Рамазан айының соңғы 10 түнде қадір түн іздеңдер деп айтқан екен. Табуға әрекет жасаңдар деген мағына. Муттафақун алейхи. Бухари, Муслимде де келген хадис. وقال ابن مسعود رضي الله عنه هي في كل السنة деп айтқан екен. Ибн Масуд, бүкіл жыл бойы, мысалы 12 ай болса, сол 12 айның бірінде болуы мүмкін деген. Ибн Масуд. Және де бұл имам Абу Ханифаның да мәшһүр болған риуаяты да, ұстанымы. Имам Абу Ханифа да сөйтіп айтқан: "Аннаха лайлатул қадри тадуру фис сана" деп айтқан да. Жыл 12 айдың біреуіне түсіп қалуы мүмкін деген. Бұл не деген сөз? Жыл 12 ай түнгі намаз оқы деген сөз да ол. Дұға ет деген сөз да. Вақат такуну фи рамадан дейді. Рамазанда да болуы мүмкін. Бұл мәшһүр риуаят имам Абу Ханифадан. Вақат такуну фи гайри рамадан. قاله قاضي خان وفي المبسوط أن المذهب عند أبي حنيفة أنها تكون في رمضان رمضان ده بولت ديت لكن تتقدم وتتأخر دي بول يكنش رواية الإمام أبو حنيفة أن رمضان ده بولت دي رمضان باس بول ممكن صوم بول ممكن ورتاس بول ممكن دي وعندهما صاحبين ده رمضان ده برق كن ده ويتقان ده بولت قوزغال ميت دي وعندهما لا تتقدم ولا تتأخر. يا تسمعوا مسألة يا. وندب إحياء ليلتي العيدين الفطر والأضحى. صندوق ورازايت بين قربان أيتم تنديرن قلشلق بين وتكزو مستحب. لحديث من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. كم دي كم أيت түнін құлшылықпен өткізетін болса дейді, Алла тағала оның жүректер өлетін күні тірілтіп қояды деп жатыр да. ويستحب الإكثار من الاستغفار بالأسحار وسيد الاستغفار. Айтып жатыр, асхар уақытында истигфарды көп айту мұстахаб дейді. Асхар дегеніміз түннің ең соңғы бөлігін айтады. Түннің ең соңғы бөлігі, сол түннің ең соңғы бөлігінде истигфар айту мұстахаб дейді. Истигфарды көбейту мұстахаб дейді. Иксар. Сайдул истигфар енді истигфардың мырзасы дейді. Сайдул истигфар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте не деп айтқан? Кімде-кім осы истигфарды күндіз айтатын болса, кешке дейін өліп кетсе жаннатқа кіреді деген. Кімде-кім түнде айтып, таңға дейін өліп кететін болса жаннатқа кіреді деген. Сол үшін таңертең кешке 3 мәртеден айту керек та. Ол қалай? Аллахумма анта рабби ла илаха илля анта халақтани ва ана абдука ва ана аля ахдика ва вa'дика мастатa'т а'удhu бика мин шарри ма санa'т абу'у лака би ни'матика алейя ва абу'у би занби. Абу'у деген мағынасы a'тарифу деген мағына. Мойындаймын деген сөзді. Сенің маған деген нығметіңді мен мойындаймын. Өзімнің күнәмді де мойындаймын деп жатыр да. Фағфирли, күнәмді кешір деп жатыр. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Күнәні тек сен ғана кешіресің. والدعاء فيها مستجاب. Енді осы түндерде дұға қабыл деп жатыр да. Осы түндерде құрбан айт пен ораза айттың түнінде дұға қабыл дейді. وندب إحياء ليالي 10 ذي الحجة. ذي الحجة ذو الحجة айының алғашқы 10 түнін құлшылықпен өткізу мұстахаб. لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد فيها من 10 ذي الحجة. Аллаға ең ұнамды құлшылық ететін түн, ол не деп айтқан екен? Зулхиджа айының алғашқы 10 түні деп айтқан екен. ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد فيها من 10. Бұдан артық түн жоқ деп айтқан да. Сонда Алла құлшылық қылатын ең қайырлы түн, және де бұдан артық түн жоқ дейді. 10 түні да Зулхиджа айының алғашқы. Ю'даlu сияму кулли яумин минха би сиями санатин. Бұл күннің әрбір күннің оразасы бір жылдық оразаға тең дейді сауабы. Ва қияму кулли лейлати минха би қиями лейлатил қадр дейді. Әрбір түні лейлатил қадр түннің құлшылығына тең дейді. وقال صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين. Арапа күні ораза ұстау 2 жылдық күнән кешіреді екен. Болашақ, алдыңғы жылдыкін, артқы жылдыкін, өткен жылдыкін. Ва сауму ашура, және де ашура күніндегі ораза алдыңғы жылғы күнәларды кешіреді деп жатыр да. Ашура Мұхаррам айының 10-ы да.
Wa nudiba ihya'u laylatin nisf min Şaban. Şaban ayının dәл ортаңғы түні де. Шабан айының ортаңғы түні, иә? لأنها تكفر ذنوب السنة дейді. Расында, иә? Бір жылдық күнән кешіріледі екен де. وَلَيْلَةُ الْجُمْعَةِ أَنْ تُكَفِّرُ ذُنُوبَ الْأُسْبُوعَ дейді. Ал жұма түніндегі құлшылық бір апталық күнән кешіреді екен. وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ تُكَفِّرُ ذُنُوبَ الْعُمْرِ дейді. Өмір бақи жасаған күнән кешіреді дейді. Лейлатул қадр, қадір түнінде құлшылық ету. وَلِأَنَّهَا لَيْلَةٌ تُقَدَّرُ және де бұл қандай түн? Лейлатул қадр адамдардың сол түні ризықтары, ажалдары, ол бай бола ма, ол кедей қыла ма, оны құрметті ете ма, оны қор ете ма, оны қашан өлтіре, бұл айтқанда өлтіруін, тірілтуін, және де қанша қажы барады қажылыққа, соның барлығы тағдырланады дейді осы түні. وَفِيهَا және де бұл түні Алла тағала жақсылықтарды төгет деп атырды. وَخَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ لَيْلَةُ الْجُمْعَةِ. Енді 5 түн, ол түні дұға кері қайтарылмайды дейді. Бұл жұма түні, وَأَوَّلُ لَيْلَةِ مِنْ رَجَبْ, Рajab айының алғашқы түні, وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانِ, Шабан айының ортаңғы түні, وَلَيْلَةَ الْعِيدَيْنِ, Ораза құрбан айттарының түні. وقال сомен бесеу болды. وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها деп айтқан екен. Түнін құлшылықпен өткізіңдер, және де күндізін оразамен өткізіңдер деген екен. فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء. Алла тағала періштелер түсіреді деген мағына. فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس, күн батқанға дейін, إلى السماء فيقول ألا مستغفر فأغفر له. أغفروا болады, жақсы ма? Рафах бен. Шейх Тахтауи Рафах бен деп айтқанда. Кешірім сұрайтын бар ма? Оны кешіретін дейді. Ризық сұрайтын бар ма? Оған ризық беретін. فأرزقه дейді. حتى يطلع الفجر. Таң атқанға дейін. وقال صلى الله عليه وسلم من أحيا الليالي الخمسة وجبت له الجنة. Кім деген 5 түнді құлшылықпен өткізетін болса, оған жәннат важип болады. Лейлат таруия, таруия түн. Таруия түн дегеніміз ол Зүлхиджа айының 8-ші түні де. Жақсы ма? Уалейлат арафа, Арапа түні. Уалейлата ан-нахар, құрбан айт түні. Уалейлат аль-фитр, ораза айт түні. Уалейлат ан-нисф мин Шаъбан, Шаъбан айының ортаңғы түні дейді. وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة النصف من شعبان, кімде кім Шаъбан айының ортаңғы түні құлшылық қылатын болса, және де 2 айт түні құлшылық ететін болса, олардың жүректер өлетін күні олардың жүрек өлмейді деп жатырды. Енді осы жердегі айтып жатырмыз ғой. Енді қиямның мағынасы не ол? Қому лейлаха деп айтты, мысалға келді, қалай құлшылық ету деп. Енді қалай құлшылық етеміз десе, бұл түндер айтып жатыр. Яғни түннің басым бөлігін құлшылықпен өткізу деп айтқан екен. Түннің басым. Ва мa'на al-qiyam an yakuna mushtaghilan mu'zama al-layli bi ta'atin дейді. Құлшылықпен өткізу дейді. Ва qila bi sa'atin minhu. Бір сәт болса да болады, бұл қилді. Яқрау ау ястамиу ал-Құран. Құран оқиды, немесе Құран тыңдайды, немесе хадис тыңдайды, немесе тәсбих айтады, немесе пайғамбарға салауат айтады. Уан Ибн Аббас радияллаху анхума би салати ал-иша жамаатан вал азми ала салати субхи жамаатан. Мынандай бір риуаят келген, Ибн Аббастан айтып жатыр. Құптан намаз жамағатпен оқысам мешітте, және де таң намазына жамағатпен оқимын десе, сол күннің құлшылықпен, түннің құлшылықпен өткізді дейді. Кама фи ихя лейлатал ал-идайн. Бағанағы 2 айт түнін осы түндерде сөйтіп өткізсе, сонда түнімен құлшылықтың сауабы жазылады екен. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. Кім деген құптан намазын жамағатпен оқитын болса, түннің жартысына дейін құлшылық қылған секілді. Кім деген таң намазын оқитын болса, түнімен құлшылық еткен секілді дейді. Раваху Муслим. Муслимде келген хадис.
Кейін айтып жатыр: وَيُكْرَهُ الْاجْتِمَاعُ عَلَى إِحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِنْ هَذِهِ اللَّيَالِ الْمُتَقَدِّمْ ذِكْرُهَا فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا. Енді айтып жатыр, осы түндердің бірін, жиналып өткізу мәкрух дейді. Ол мешітте болсын, мешіттен басқа жерде болсын дейді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар да былай істемеген дейді. Басым ғалымдар дейді әхлул хиджаздан болған. Олардың ішіне Ата кіреді, Ибн Аби Мулайка кіреді, және фуқахал Мәдина дейді, Мәдинаның фуқахалар, ва асхабу Малик ва гайрухум, имам Маликтің нелері, артынан ерушілері, одан басқалары дейді. Олар не деп айтқан? Зәлика куллуху бид'атун деп айтқан дейді. Бұлардың бәрі бидағат дейді. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عن أصحابه إحياء ليلتي العيد جماعة. Да айтып жатыр, пайғамбарымыздан, сахабадан да бағана қадір айт түндерін, айттың екі түнін жамағатпен өткізді деген не келмеген деп жатыр да. Хабар келмеген. واختلف علماء الشافعي في صفة إحياء ليلة النصف من شعبان على قولين. Енді Шабан айының ортаңғы түнін құлшылықпен өткізудің сипатына қатысты Шам ғалымдары екі түрлі көзқарасқа түскен дейді. Біреуі мұстахаб деп айтқан екен, жамағатпен мешітте өткізу. Ол бүйтіп айтқан кісілердің ішіне үлкен табиғиндер кіреді дейді. Мысалы Халид ибн Маъдан, Луқман ибн Амир секілді. ووافقهم إسحاب ибн Рахуя дейді. Және де ол кісілерге Исхаб ибн Рахуя да келісті дейді. والقول екінші сөз дейді, أنه يكره الاجتماع لها дейді, في المساجد للصلاة дейді. Түн мешітке жиналу мәкрух деп айтқан екен, намаз оқу үшін. وهذا قول الأوزاعي, бұл Аузаидың сөзі, имам أهل الشام وفقيههم وعالمهم. فصل في صلاة النفل جالسة وفي الصلاة على الدابة وصلاة الماشي. Енді намазды отырып оқу, нәпіл намазды отырып оқу, көлікте намаз оқу, жануардың үстіне көлікте намаз оқу, және де жүріп баратқан адамның намазы дейді, жаяу. Сол бөлімдерге қатысты, сол осы тақырыптарға қатысты бөлім деп жатыр. يجوز النفل إنما عبر به ليشمل السنن المؤكدة وغيرها. Нәпіл намаз жайыз деп отыр. Енді неге нәпіл деп айтты десе, бекітілген сүннеттерді де және де басқасында басқа нәпілдерді қамту үшін айтты дейді. فتصح إذا صلاها قاعدا مع القدرة على القيام. Енді айтып жатыр, нәпіл намазы дұрыс болады дейді. Егер оны отырып оқитын болса, тұруға шамасы келсе де дейді. وقد حكي فيه إجماع العلماء وعلى غير المعتمد. Енді әлсіз алынбайтын көзқарасқа сай не деп айтылған екен? Таң намазының сүннетінен басқа деп айтылған дейді. لما قيل بوجوبها وقوة تأكدها. Ол важib және де оның муаккада не былай айтқанда бекітілген сүннет болуы күштірек болғандығы үшін деп айтқан дейді. وإلا التراويح деп айтылған екен. Тарауихтан басқа деп. على غير الصحيح дейді. Былай айтқанда әлсіз риуаятқа сай дейді. Яғни неге? Бұл ғайр муатамад себебі дейді, дұрысырағы дейді, таң намазының сүннетінде тарауих намазда отырып оқыса болады деп жатыр. Ләннәл асахха жауазуха қаидан min ғайри узр, үзір болмаса да дейді. Фала юстасна min жауази нафли жалисан, сондықтан нәпіл намазын отырып оқудың дұрыстығынан ешқандай намаз истисна қылынбайды деп жатыр, алынбайды дейді. Яғни бүкіл нәпіл ме болды, барлығын отырып оқи берсе болады деп жатыр. Ол тарауих болсын, ол не болсын, таң намазы сүннеті болсын дейді. فلا يستثنى من جواز النفل جالسا بلا عذر شيء على الصحيح لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر قاعدا. Yani ötür namazdan keyin oturup okuytun deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâne yeclisu fi ammeti salati bil leyli takhfifa. Және де Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem көптеген нәпіл намаздарында не істейтін? Отырып оқитын дейді. Жеңілдік ретінде дейді өзіне. Takhfifan. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها فلما أراد عائشة намаздан жеткен риwayatта ол кісі айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям рукух қылатын болса, тұратында бірнеше аят оқитында сөйтіп барып рукух қылатын дейді. Сумма рака, және сәжде қылатын, кейін қайтып отыратын деп жатыр. Уахада илал қухуд. Жақсы ма? Былай да сонда. Мысалы болымның ұзақ сүре оқиды, біраз аят оқыды да, енді сүренің бітуіне мысалға 3-4 аят қалған кезде тұрады.
Сөйтіп қиямда 3-4 аят оқиды, одан кейін барып не рукухқа барады. Бұлай істеу бізде сүннет, ол шарт емес өйтіп оқушы. Қазір келтіреді, сондықтан жай тұра салып ешнәрсе оқымай-ақ рукух қыла берсе де болады. وقال في معراج الدراية وهو المستحب. тұрып барып бір-екі аятты қосып барып рукух қылу ол мустахаб. في كل تطوع يصليها قاعدا موافقة للسنة. Сүннетке сай келу үшін осылай істегенің жақсы да, пайғамбар секілді. Ал енді ولو لم يقرأ حين استوى قائما. Енді ешнәрсе оқымасаң дейді. وركع және рукух қылсаң, сәжде қылсаң, ол да болады деп жатыр. أجزاءه дейді. ولو لم يستوي قائما وركع لا يجوز. Ал енді мүлдем тұрмаса болмайды. Мүлдем тұрмаса болмайды. Неге десе, рукух болу үшін сен тұру керексің да. لأنه لا يكون ركوعا قائما ولا ركوعا قاعدا كما في التجويد. Себебі ол не тұрып тұрған уақытта рукух емес, не отырыстағы рукух емес деп жатыр. Бұл айтқанда бұл рукух дұрыс емес демекші да, кама фит тажнис. Сондықтан сен шейх тақтауы келтірген ең болмағанда тізерлеп тұру керек деп айтқанда. Тізерлеп рукух жасау керек дегенде, тік тұрып барып рукух жасау керек дегенде. Шейх тақтауы өзі келтірген сөз. Кемінде сол деген. ولكن له أي للمتنفل جالسا نصف أجر القائم لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل. Енді айтып жатыр, енді осылайдан ешқандай өзірсіз отырып намаз оқыған адамға тұрып отырғанның жарты сауап беріледі. Тұрып оқығанның жарты сауап беріледі екен де. لكن له أي للمتنفل جالسا نصف أجر القائم لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل. ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم деген. ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. Кім дегім жатып оқитын болса, онда отырып оққанның жарты сауап беріледі дегенде. Жақсы ма? Бірақ енді бізде ол бір ауыздан келіскен нәрсе не ол жігіттер? Нәпіл намазын жатып оқуға болмайды, жақсы ма? Хадис келді ғой. ومن صلى نائما жатып оқу. Наимда мақсат яғни жатып оқу да. فله نصف نصف أجر القاعد. Бізде жақсы ма? Ертең мынаны оққан кезде түсінбей қалулары мүмкін да, мына хадисші, мына жатып оқу деп не айтып кетті деп. Сондықтан біздің ғалымдарымыз бір ауыздан не нәрсеге келіскен, нәпіл намазын жатып оқуға болмайды дейді. Жақсы ма? Ишаратпен. Тек ары кетсе отырып оқисың да, оның өзі рукух сәждемен, жақсы ма? Ишаратпен емес та. Ишаратпен емес. Илля аннахум қалу хаза фи хаққил қадир. Енді қараңдар жігіттер, қай кезде отырып оққан адам, тұрып оқыған адам жарты сауабын алады, егер бұл үзір болмаса дейді, шамасы келетін адамның хақысында дейді. Ал егер үзір болса дейді, әлсіз болса дейді, әммәл хажис мин узрин фасалатуху бил има, ишаратпен оқитын болса дейді, онда оның намазы рукух сәждемен оққан адам намазының сауабынан көбірек алады дегенде. Қараңдар. Фасалатул хажис min uzr bil imay afdal min salatil qaimi ar-raki'i as-sajidi деген. Не үшін десе, li'annahu jahdu al-muqil. Себебі ол шамасы келмейтін адамның былай айтқанда өзінің еңбегі іс-әрекеті деген мағына. Жахд бұл жерде мәжхуд мағынасында да. Былай айтқанда өзінің қылған іс-әрекеті да ол. Muqil деген сол ажиз мағынасында ғой. والإجماع عند أيتواتر إجماع منعقد على إجماع من أبن الرسول كيرسكين على أن صلاة القاعد بعذر مساوية لصلاة القائم في الأجر لدان. Özür sebepte oturup okuyan adamның savabı дейді. Ya, тұрып намазын оқып жатқан адамның сауабымен бірдей деп айтқан екен де. İcma осы нәрсеге келіскен дейді. Каза фи дирай дейді. Qultu дейді, енді шейх Шурумбулал айтып жатыр да, Qultu бәл хуа арқа минху деп айтып жатыр шейх Шурумбулал. Не үшін десе, лианнаху айдан жахдул муқил дейді бұл да. Ва ниятул мар'i хайрун мин амалихи дейді. Ал енді адамның ниеті дейді, ол амалынан хайырлы деп жатыр да. Ва яқуду ал-мутанаффилу жалисан кал-муташахид. Енді сен намазды отырып оқитын болсаң, қалай оқисың десе, муташахид секілді отырасың дейді, нәпіл намазында. Муташахид. Солай, я. Ташахудтар. Иза лам якун бихи узрун, әрине өзір болмаса да. Фаяфтаришу rijlahu al-yusra wa yajlisu 'alayha wa yansibu yumnahu. Кәдімгі отырыс қой. Фил Мухтар. Wa 'alayhi al-fatwa. Walakin zakara Shaykh al-Islam al-afdal
Biz endi Shayxul Islom deb kelsa, mutlaqan Shayxul Islom Huahrazada da o kişi. Abu Bakr Huahrazada. Al-afdal lahu an yaqula fi mawdi'i al-qiyam muhtabiyan deb aytgan ekan. Ya qiyamning o'rnida o'tirатын bo'lsa, onda ihtiba o'tirisida o'tiru afzalroq degan ekan. Ihtiba yaxshimi? Ihtiba deganimiz o'tirish, bana kandan ko'tarib degdi. Endi quchoqda yiq qo'lingmen. O'si da, negiz ihtiba degan bo'lay. O'sha quchoqda o'tirib, yaxshimi? Ihtiba o'sha o'tirsa ihtiba deb aytadi-da. O'tiramiz namozda. Ya, namozda o'sha o'tiradi. Turатын yerda o'sha o'tiradi deydi. Tashahhudda kim tashahhudda o'tirganda o'tiradi. لأن عامة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره كان محتبيا deydi في النفل. Nafil namozini o'sha o'tiradi deydi payg'ambarimiz. Ömrünün son vaqtlarında ya basım namazları sütü oturgan deydi. Ay fin nafli. ولأن المحتبي أكثر توجها لأعضائه القبلة deydi. Bükül denesinin kıblağa yüzlöngen bolat deydi ihtiba oturusunda. لتوجه الساقين كالقيام deydi. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقول كيف شاء deydi. Allah'ın şu oturat deydi. لأنه لما جاز له ترك أصل القيام فترك صفة القعود أولى deydi. O qiyam özü oğan qiyamda tastab qo'yu ruxsat bo'lsa, onda sifatul quvvatni da tastab qo'yu bil avla misba deydi. Va ammal marid fala al endi bu endi savo odamga qatisida. Al endi auru odam bo'lsa, oğa bulay o'tir deb aytmaymiz. Qalay ыңгайлы solay o'tiradi da auru odam. Wa jaza itmamuhu ay itmamul qadir naflahu qa'ida. Qarandir jikti sen misalga sen namazыңды turib bastadın da nafil namazды. Keyin o'tirib жалғастырсаң bo'ladimi desa bo'ladi ekan. Және де ол не емес, ешқандай мәкрух емес. Соны айтып жатыр, ва итмамул қадир нафлаху қаидан саваун кана фил ула, бірінші ракағатта болсын, екінші ракағатта болсын дейді, я. Бірінші ракағатта мысалы тұрдың да, біраз бақараны, біраз аяттарын оқып болғанда отырдың да, сол жерде. Кейін отырып жалғастырдың, бола береді дейді. Сол секілді екінші ракағатта да сондай дейді. Бір әзінсі жоқ дейді. Баъда ифтитахихи қаимана. عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى نيجي لأن القيام ليس ركنا في النفل. ركن مسقو القيام. فجاز تركه لدان. Сонтан тастау рұқсат. وعندهما لا يجوز. Тұрып бастадың ба, даканса оқисың тұрып. Отырға болмай сахибейінде. Неге десе ол кісілер былай деп айтады, لأن الشروع ملزم فأشبه النذر деп айтқан. Айтқанда сен намазды, шурух намаз бастадың ғой дейді. Бол мульзим дейді. Яғни сен нені мульзим, яғни сен қиямды саған ләзім етеді деп атырды. Сондықтан бұл нәзірге ұқсады дейді. Мысалы сен нәзір Алланың атымен ант етемін деп, мысалы Алла үшін деп, мысалы нәзір атайтын болсаң, намаз оқимын деп. Оны сен тұрып оқу керексің да. Рас ма? Мейлі ауызша айт, сен тұрып оқимын, оқымаймын деп тұрып оқу керексің деген. Сол секілді дегенде, Уали Аби Ханифата, имам Абу Ханифаның дәлеліне ол, әнна назраху мульзиму салатан мутлақа дейді. Уахия, яғни салат әл-мутлақа, хия әл-кәмилә дейді бил қиям. Ол кәмилә намаз деп атырды. Қияммен бірге, және бүкір күндері мен болатын намаз дейді. Ва шуру, ал шурух болса, лә юлзим дейді. Ол тек қана нәпілді сақтауды ғана ләзім етеді. Яғни нәпілді бұзбастан соңыдан апаруды ғана. وهي لا توجب القيام ديت يعني صيانة النفل لا توجب القيام ديت فيتم النفل جالسا ديت بلا كراهة مكروه مسكن اشقندي على الأصح لأن البقاء نيجيشن قران درجة نغز هديم منو وص تعليل وتي هديم قران لأن البقاء أسهل من الابتداء سي بقاء ابتداء أسهل مثال جيتر بلايدا قراندر سين نافل намазда әуел бастан отырып оқи берсең болады ғой дейді. Дұрыс па? Ондай болса, басын тұрып, соңын аяғын отырып аяқтасаң, онда ол одан қарағанда жеңіл емес пе дейді. Сен қайда басында тұрдың ғой дейді. Соны айтып жатыр да, лианнал бақа асхал дейді. Минал ибтида вал ибтидау жалисан ла юкрах фал бақау аула деп жатыр да. Әуел бастан сен отырып оқи берсең болатын еді дейді. Ал енді жарты жолда отырғаның, ол бил әуля деп атыр, ол асхал деп атырды. Лианна al-бақа асхалу минал ибтида, ва ибтидауху жарисан ла юкраху фал бақау әуля дейді. Ондай болса, оны отырып жалғастыру да не емес, мәкрух емес. Ва кан саллаллаху алейхи ва саллям яфтатиху ат-татаввуа, сумма янтақилу минал қиями илал қууд, ва минал қууди илал қиям дейді. Бір ракатта олса ести беретін пайғамбарымыз. روته عائشة رضي الله عنها
ويتنفل أي جاز له التنفل بل ندب له راكبا خارج المصر يعني خارج العمران ليشمل خارج القرية والأخبية بمحل إذا دخله مسافر قصر الفرض سواء كان مسافرا أو خرج لحاجة. Айтып жатыр, нәпіл намазды оқу жайыз дейді, бәлкім мұстахаб дейді, қаланың сыртында отырып оқу дейді. Неге мұстахаб десе, себебі адам сапарда жүрген уақытта бос сөз көп сөйлейді екен де. Сапар жүрген уақыт бос сөз көп сөйлейді, ғайбат айтып қояды дейді. Одан да нәпіл намазды оққан мұстахаб деп жатыр да. Яғни хариджел умран, қаланың сыртында дейді. Неге қаланың сыртында деп айтты? Бұл айтқанда ауылды да, ахбияны да қамту үшін. Хиба дегеніміз, ахбия, хиба сөздің көпшесі да. Хиба дегеніміз жалпы анау шатырлары бар ғой. Ол жүннен жасалуы мүмкін, ол палатка болуы мүмкін біздің заманда. Сондай жерлерде өмір сүретін адамдарды айтады. 4-5 мысалы қала, қаланың сыртында ауыл, ауылдың сыртында сондай нелер болуы мүмкін, шатырларда өмір сүретіндер болуы мүмкін да. Ол сол өзінің ауылынан шықса болды да. Өзінің тұратын мекенінен сыртқа шықса болды, не істей берсе болады, нәпіл намазын көлікте отырып оқи берсе болады. Қалалық адам қаласынан шықса, ауылдан ауылынан, шатырда өмір сүретін адам өзінің сол мекенінен шықса болды да, сыртына. Сыртынан шықса болды, бір қадам аттаса болды. Не істей береді? Нәпіл намазды отырып оқи береді. Бимахали иза дахалаху, қандай жерде қысқартып оқиды деп жатыр? Егер ол сондай бір мекенге кірсе дейді, оған парызды қысқарту рұқсат болатын. Қай кезде саған парызды қысқарту рұқсат болады? Ауылдың сыртына шықсан да, қаланың сыртына шықсан. Мейлі сен дейді, бұл жерде қаланың сыртына шығу, мейлі сен сапар мақсатымен шық, немесе қажет мақсатымен шық дейді. Разница жоқ, сапарға шықпасан да дейді. Сондықтан бұл жерде сафар, бұл жерде ананда луғауи сафарда. Жалпы бағанағы Қалажел Мысырдағы қаланың сыртына шығады деген кейбір нелерде кітаптарда сафара деп келуі мүмкінді. Ләу сафара деп ше, қаланың сыртына сапарға шықса деп. Ол жерде сафар, яғни луғауи мағынада келгенде. Сондықтан айтып жатыр: "Ау хараджа ли хаджати фи баъди навахи ала ал-асахан". Ва хуа қаулу жумхур ал-улама деп айтқанда шейх. Ва қил иза хараджа қадра мил деп айтқанда, 1 миль асатын болса деген. Ва қил иза хараджа қадра фарсахайн деп айтқан екен. 2 фарсах деп айтқан. Біз алдыңғы дәрісімізде айтқанбыз, 1 фарсахта 3 миль бар деп. Сонда мынау 6 миль болады да. 6 миль жері болады. Жаза лаху ан. Ва илля, бұл қилда енді бірақ. Ва илля фала деп жатыр да. 1 мильден аспаса немесе 2 фарсахтан аспаса болмайды деген. Ва ан Аби Юсуф жавазуха фил Мисри айдан ала дабба. Абу Юсуф не деп айтқан? Имам Абу Юсуф көліктің үстінде, қаланың ішінде де намаз оқи берсе болады. Нәпіл намаз айтып жатыр. Бұл жақсы. Бұның бәрі нәпілге қатысты жігіттер. Парызға емес. Нәпіл намазын қаланың ішінде де оқи берсе болады деп жатыр. Ешқандай макрух емес Имам Абу Юсуфте. Имам Мухаммедте де сондай, бірақ Имам Мухаммед макрух деп айтқан да, қаланың ішінде. Имам Абу Ханифа да тек қаланың сыртында. Жайыз емес қаланың ішінде. Мумиян иля ай жихатин. Қалаған тарапқа қарап дейді да, ишаратпен оқиды дейді. ويفتتح الصلاة حيث توجهت به دابته لمكان الحاجة. Қай жерге сенің бағана қажетің, қай жерге жүзденіп тұр көлігің, сол жерге қарап намаз оқи берсең болады. Намазың бастайсың деп жатыр, сол жерге қарап. Қаяқ кетіп барады, соған қарап оқи бересің дейді көлік. ولا يشترط عجز عن إيقاف. Көлікті тоқтатуға шаман келмеу деген нәрселер шарт емес дейді. Тоқтату шарт емес. Тахрима үшін. Фи зохири аривая. Жақсы ма? قال الكاكي يشترط ذلك деп айтқан екен да, бірақ зохир риуая емес, шарт емес. لمكان الحاجة деген айбараны түсіндіңдер ме? توجهت به دابة لمكان الحاجة да. Мысалға сенің қажетің мына оңтүстікте де, оңтүстік кетіп баратса деген мағынада ол. لمكان الحاجة. لقول جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل على راحلته في كل وجه يومي إيماء أن ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين. ركعتين يعني ركوعين деген мағына. Жақсы ма? Yani сәждесінің ишараты 2 рукуқтың ишаратынан төмен болатын деп жатыр да. Раваху Ибн Хиббан фи сахихихи. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям көрілмейді, нәпіл намазын оқып жатыр дейді. Көліктің үстінде
Ya fi kulli wajhin ya fi kulli wajhin yumi ima'an deydi. Yani ishoratdan o'qidi deydi. Бүкіл жерде deydi. Walakinnahu yakhfidu, biroq sajdasini rukuhdan төменірек qiladi deydi, ikki sajdasini. Wa idha harraka rijlahu aw daraba dabbatahu fala ba'sa bihi deydi. İza lam yasna shay'an kaseera. Yani ko'likni жүргізіп барған кезде аяғыңды қозғасаң, немесе ko'likті бүйтіп ұрып қойсаң, я аз ғана амалмен бір-екі рет бола береді екен, рұқсат екен. Дәбә істеп жатыр, оның әбестігі жоқ деп жатыр. Жақсы, онда бірінші дәрісіміз осы жерден тоқтатсақ,